Ұйқы безінің қабынуы жағымсыз және қауіпті жағдай. Медицинада бұл панкреатит деп аталады. Бұл аурумен ұйқы безінде өндірілетін ферменттер онда қалады. Оның тіндерін бұза бастайды. Емдеу уақытылы жүргізілу керек. Әйтпесе қабыну созылмалы болады. Аурудың жедел түрі қалай анықталады? Созылмалы панкреатиттің диагностикасы қалай жүргізіледі? Бұл мәселелер егжей-тегжейлі қарастырылуы керек. Ұйқы безі ас қорыту жүйесінің шағын, бірақ маңызды мүшесі. Ол асқазанның артында, жатыр және 12 шектен көк бауырға дейін созылады. Ұйқы безінің лобулярлы құрылымы бар. Әрбір лобулада түтік бар. Органда барлық түтіктер қосылып, негізгі ұйқы безінің өзегін құрайды. Сондай-ақ екінші арна бар. Олардың әрқайсысы 12 шекке түседі. Ұйқы безі адам ағзасында екі қызмет атқарады. Экзокринді безден 12 шекке бөлінетін шырынның құрамында ферменттер болады. Олар ақуызды, көмірсутекті және майлы тағамдарды қорытуға қатысады. Эндокринді ұйқы безі қанға полипептидті гормондарды шығарады. Олар ағзадағы зат алмасу процестерін реттейді. Қабыну пайда болғанда ұйқы безінің қызметі бұзылады. Бұл панкреатит диагнозын растайды. Құпия мүшеден 12 шекке шығарылмайды. Осыған байланысты без бөлімдердің өздігінен ас қорыту процесі басталады. Содан кейін ферменттер мен токсиндердің бір бөлігі қан тамырларына бөлініп, бүкіл денеге таралады және басқа мүшелерді бауыр, бүйрек, өкпе, жүрек және тіпті миды зақымдайды. Ауру адамдарда әртүрлі себептерден пайда болады. Статистика көрсеткенде адамдардың 50% алкогольді теріс пайдалану салдарынан ұйқы безінің қабынуынан зардап шегеді. 20% жағдайда ересектердегі панкреатит диагнозы аурудың холеритиазаға байланысты дамитынын көрсетеді. Ұйқы безінің қабынуының басқа себептеріне мыналар жатады: инфекциялық, вирустық және паразиттік аурулар, саңырауқұлақ зақымдануы, жарақат және улану, эндоскопиялық манипуляциялар мен операциялар. Панкреатиттің классификациясы. Курстың сипатына сәйкес ауру жедел және де созылмалы болуы мүмкін. Аурудың бірінші түрі ұйқы безінде пайда болатын және басқа тіндер мен органдарға өтетін қабыну процесін білдіреді. Ауру алкогольді, ащы немесе майлы тағамдарды қабылдауға байланысты кенеттен дамиды. Кейбір жағдайларда аурудың басталуы кейін тамақтың көп мөлшерін тұтынумен байланысты ұзақ жүреді. Жедел қабыну белгілері. Эпигастр аймағындағы ауырсыну жедел панкреатитті көрсететін симптом. Бұл симптом болған кезде диагностика дереу жүзеге асырылады. Нақты диагноз қойылғаннан кейін мамандар науқастардың жағдайын жеңілдету үшін кез келген шараларды қолдана алады. Ұйқы безінің жедел қабынуының тағы бір жиі кездесетін симптомы көп жағдайда қайталанатын құсу. Бұл ауру адамдарға жеңілдік әкелмейді. Олардың жағдайы тек құсу салдарынан нашарлай береді. Жедел панкреатиттің басқа да белгілері мыналарды қамтиды: терінің бозаруы, акрацианоз, тері жабылғысының көк түске ие болуы, яғни көгеруі, ісіну, газды ұстау, нәжіс, өткір әлсіздік. Созылмалы панкреатиттің белгілері бірнеше негізгі белгілері бар. Бірінші, ас қорыту бұзылысы. Ол нәжістің көлемі мен жиілігінің ұлғаюынан көрінеді. Созылмалы панкреатиттегі нәжіс сұр түсті және сасық иіспен сипатталады. Онда жиі қорытылмаған тамақ қалдықтары болады. Жоғарыда аталған белгілер жұмыс істейтін экзокринді паренхиманың массасының төмендеуіне және 12 шекке бездің секрециясының бұзылуына байланысты пайда болады. Екінші, әлсіздік. Бүкіл денеде діріл, аштық болады. Тырысулар, еріксіз дәрет және де зәр шығару, есін жоғалту болады. Үшінші, іштің ауырсыну синдромы. Ауырсынудың айқын локализациясы жоқ. Ол іштің ортаңғы немесе жоғары бөлігінде пайда болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда ауырсыну байқалмайды. Жедел панкреатиттің диагностикасы. Панкреатиттің диагностикасы ұйқы безінде өндірілетін ферменттердің мөлшерін анықтау үшін қан анализін қамтиды. Ультрадыбыстық зерттеу, компьютерлік томография, лапароскопия арқылы жүргізіледі. Созылмалы панкреатиттің диагностикасы. Ересектердегі панкреатит диагностикасына ең алдымен ультрадыбыстық зерттеу және де КТ жатады. Жедел панкреатитті емдеу әдістері. Панкреатиттің белгілері пайда болған кезде науқас адамға алғашқы көмек көрсету керек. Бірнеше күн ішіп жеуге тыйым салу, эпигастр аймағына суық суы бар жылыту жастықшасын немесе мұзды жағыңыз, спазмолитиктер беріңіз. Алғашқы көмек көрсеткеннен кейін дереу дәрігерді шақыру керек. Адам ауруханаға жатқызылуы керек. Аурухана жедел панкреатиттің ультрадыбыстық
дыбыстық диагностикасын дереу жүргізеді. Дәл диагноз қойылғаннан кейін ауырсынуды басу үшін анальгетиктер тағайындалады. Амин қышқыл ерітінділер мен глюкоза да емде қолданылады. Олар адам ағзасының пластикалық және энергетикалық қажеттіліктерін қанағаттандырады. Антибиотиктер де тағайындалады. Бұл препараттар іріңді асқынуларды емдеу және де алдын алу үшін қажет. Созылмалы қабынуды емдеу. Егер панкреатит диагнозы аурудың созылмалы түрін анықтаса, онда пациенттерге әртүрлі препараттар тағайындалуы мүмкін. Панкреатит негізіндегі ферменттер препараттар тағайындалады. Тамақтану маңызды рөл атқарады. Бірінші, екінші күні аурудың өршуімен пациенттерге тағам жеуге тыйым салынады. Сіз тек сұйықтықты тәулігіне 1-1,5 литр ішуге болады. Газсыз сілтілі минералды су, ит мұрын сорпасы. Екінші, үшінші күні тағамға рұқсат етіледі. Шырын, сорпалар, сұйық сүт пюресі, көкөніс пюресі, жеміс шырыны рұқсат етіледі. Ремиссия кезеңдерінде мына кеңестерді орындау керек. Тағамдарды буға пісіріңіз, пюре немесе пеште пісіріңіз, таза майларды диетадан алып тастаңыз және ас тұзын күніне 6 граммға дейін шектеңіз. Күніне 5-6 рет аз-аздан тамақтаныңыз. Ыстық тағамдардың ұсынылатын температурасы 57-62 градустан жоғары емес, салқын 15-17 градустан төмен емес болу керек. Диетадан қышқыл, ащы және консервіленген тағамдарды, бұршақ және де саңырауқұлақтар, газдалған және алкогольді сусындарды, квасты, қышқыл жеміс шырындары мен өнімдерді алып тастаңыз. Кілегей мен қаймақ тағамдарына аз мөлшерде рұқсат етіледі. Панкреатиттің алдын алу. Өт жолдарының және де өт қабығының кейбір аурулары, асқазан ішек жолдарының аурулары ұйқы безінің қабынуын тудырады. Егер сіз өзіңізді нашар сезінсеңіз және күдікті белгілер пайда болса, дереу дәрігермен кеңесіп, қажетті сынақтардан өтіп, тағайындалған тексерулерден өтуіңіз керек. Тағы бір маңызды алдын алу шарасы алкогольді тұтынуды азайту. Тіпті мүлдем сау адамдарға құрамында алкоголі бар сусындарды көп мөлшерде ішпеуге кеңес беріледі. Асқазан ішек жолдардың ауруларында алкогольді толығымен тастау керек. Қорытындылай келе, панкреатит өзекті медициналық тақырып екенін атап өткен жөн. Ұйқы безінің қабынуын көрсететін белгілер пайда болса, дәрігермен кеңесу керек. Жетілдірілген ауру өмірге қауіп төндіретін ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.